2020 жылы шыққан нормальный өзің бағасы стоящий. Мен ойын ойнағанда, кино көргенге де былайша айтқанда комфорт. Камерасы 4 камера, 64 мегапиксель, быстрый зарядка бар, яғни 13 сағатта ойын ойнауға жетеді. Бұл телефон әлі официально Қазақстанда сатылымға қойылған жоқ, бірақ бәлтарызға қайырлы күн. Осы көпшілік адамдардың сұрауымен осы 2020 жылы шыққан, бірақ арзан телефон жайында айтшы деп көпшілік адам сұрағанның байланысты. Мен себебі алдыңғы влогтарды 2019-да көп айтқандықтан, осыны көпшілік адамдар 2020 жылы шыққан нормальный өзің бағасы стоящий бір телефонды айтшы деді. Сондықтан да осы көпшіліктің оқып, осы айда шыққан, осы жылы шыққан, 2020 жылы шыққан 150 мың теңгеге дейін бір телефонды сіздерге айтайын деп жатырмын. Сондықтан дайынсыздар ма? Соны дайын болсаңыздар кеттік. Айтпақшы, қайталап айтайын, лайк басуды ұмытпаңыздар. Лайк деген нәрсе не? Өзіңіз білесіздер, ол бізге мотивация береді. Біздің видеомыз ұнап жатқан жоқ деген нәрсе мағынамыз. Сондықтан да барынша лайктарыңызды аямаңыздар. Дайынсыздар, осы кеттік. Бұл телефонның аты Xiaomi Redmi 9 Pro деп аталады. Алдыңғы блогта естеріңізде болса, біз дәл осының Xiaomi Redmi 8 Pro деп аталатын моделін талқылаған болатынбыз. Енді бүгін біз соның 9 Pro, осы 2020 жылы шыққан 9 Pro деп аталатын моделін талқылайтын боламыз. Бұл телефон әлі официально Қазақстанда сатылымға қойылған жоқ, бірақ көпшілік адамның көңілінен шығып жатыр. Яғни бағасы да тегін, 140 мың теңге, бірақ соған байланысты характеристикасы да өте жақсы. Енді сонымен сіздерге таныстырып кетейін. Бұл телефонның диагоналы 667, яғни кәдімгідей үлкен, қолға ұстаған үлкен флагман. Енді ойын ойнағанда, кино көргенге де былайша айтқанда комфортно. Енді көбінше қыздарға ұнауы мүмкін былайша айтқанда. Енді балдары ол телефон ойын ойнағанға керексін мүмкін. Енді көбісі компактный, қазіргі таңда компактный, көбісі компактныйдан гөрі сондай үлкендерге көшіп жатыр. Талғамы әртүрлі ғой. Камерасы 4 камера, 64 мегапиксель, 8 мегапиксель, 5 мегапиксель, одан кейін 2 мегапиксель былайша қарағанда өте жақсы. Осындай 4 камерасы, ал фронталкасы 16 мегапиксель, картинкалары былай қарағанда өте жақсы. Енді қолға ұстап, тексеріп көргеннен кейін, өзім қолданып былай көргеннен кейін сіздерге тағы бір осыны влог жасап кетейін. Камерасы шынымен солай ма, солай емес пе деген сияқты. Бірақ мына процессоры мен уверенмін дәл осындай екендігіне. Ойын көтере ма, көтермей ма? Енді процессорына келейік. Процессор енді көбінше ойын көтере ма, көтермей ма, программа көтере ма, көтермей ма деген сұрақтарға жауап аласыздар. Бірақ бұл телефон 140 мың теңгеге арналып, бірақ процессоры өте жақсы. Сонымен сіздерге айтып кетейін. Процессоры 8 ядролы, 2,3 ГГц, Snapdragon 720, және оперативкасы 6 ГБ, яғни азуы 6 ГБ. Былайша қарағанда өте топовый деп айтсақ та болады. Памяті 64, 128 ГБ, енді 128 ГБ 155 мың теңге тұрады, ал 64 ГБ 140 мың теңге тұрады. Енді кәргінге қалай ыңғайлы солай алсаңыздар, енді өздеріңіз қалауларыңыз ғой. Одан кейін microSD салуға болады, USB разъемы USB Type-C, быстрый зарядка бар, 30 вольт. Енді бұның енді батарейкасына келейік. Батарейкасы 5020 мАч, одан кейін быстрый зарядка бар, яғни тез қуаттандыру функциясы бар, 30 ватт. Қателеспесем бір 13 сағатта ойын ойнауға жетеді. И зарядкасы бір 100% зарядкасы бір 70 минут, яғни 1 сағат 10 минутта 100% зарядка толады, яғни айтқанда тез толады. 5000 мАч тез толтырады деген сөз. Былайша қараған кезде зарядкасы де процессоры да өзінің бағасына лайық деп мен санаймын. Енді достар, енді осы влогымыз енді арнайы әлі біз Қазақстанға сатылымға арнайы ресми түрде әлі шыққан жоқ. Предзаказ алынып жатыр. Бірақ енді алдағы уақытта осы Қазақстан продажа шыққаннан кейін осы телефонға тағы да бір влог жасайын ба, практика жүзінде көрсетіп ұстап көрейін ба, сол жайында жазып кетсеңіздер, иә жазып бе, иә жаса, жасама деген секілді. Себебі мен білейін, керек па, керек емес па, немесе тағы қандай телефонға, немесе қандай да бір техникаға обзор жасайын. Сол жайында да комментария жазып кетсеңіздер, себебі сіздердің пікірлеріңіз маған өте маңызды, себебі бірге дамып, бірге өсіп енді басталып жатқан канал. Сондықтан да сіздер маған өте, в общем, біз командамыз ғой. Бірге дамиық. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Лайк басуды, комментарий жазуды ешқашан ұмытпаңыздар. Егер телефон алғысы келіп жүрген достарыңыз болса, осы видеоны көріңіздер. Енді шыққан 2020 жылы 150 мың теңгеге бағасы кереметтей бағада таптырмас смартфон. Алам десеңіздер өздеріңіз білесіз. Ойын ойнауға камерасы да бәрі нормально. Бірақ бір жылдан кейін бола ма, болмай ма, оған гарантия бермеймін.